Ассалаумағалейкум, простые ребятаның көрермендері, қалайсыздар? Бүгін бізде Алла қаласа жалғасы өткендегі серияның қызық жеріне келгенде бітіп қалды ма? Бүгін Алла қаласа осы Чейзердің өткенде айтқан надрусельный заслонканың жанында екі датчик тұр. Қазір Алла қаласа барғаннан кейін тағы да көрсетем ғой. Соның біреуісінде дым реакция жоқ. Фишканы алған өзінде осылай кішкене дірілдеп жұмыс жасап тұрды. Таңертең оталысы қолап оталады. Және мына кішкене дірілді бар да. Соны көзін құртуымыз керек. 1G FE деген мотор ғой, бұл екі объем. Бұл мотормен біз жақсы таныспыз. Бұл бұлай жұмыс жасамау керек. Енді Алла қаласа сол да идеалы іздейміз, қараймыз Макстың жігіттеріменен. Бүгінгі серия сол, және Toyota Carina E-нің қандай жұмыстар, қандай жалпы жағдайда екенін білеміз. Да, мұнаны да ұмытып кетпеу керек, но бізде қанаттағы Carina E-нің повторителі ғой, өңіп кеткен. Осын жаңасын екеуін алуым керек. Жалпы сондай крестамызға келетін болса, жігіттер сыртына полировка ештеңе жасаған жоқпыз әліше. Бірінші техникалық жағын қойып алайық, содан кейін ар жағын енді өзіміз реттеп аламыз. Дөңгелектеріне кигізген жоқпыз әлі. Өйткені осы жүгіріп әйтеуір үлгерейін, сіздерге бір қызықты контент, қызық ролик сыйлайын деп. Жақсы достарым, біз бастаймыз. Так, Макс драйвқа келдім. Түнде мына фишканы алған кезде бізде реакция болмай тұрды. Жұмыс жасамай тұрған сияқты. Датчик қалай соғып оқыды. Енді қызық жері проблема одан емес екен. Қазір Макин түсіріп өзі айтады бәрін. Көріңіздер. Ал простые ребята арнасының жігіттері сіздерге арнап мынау Toyota Жапон жұлдызы автокөлігінің жыры осымен біткен сияқты. Бірақ автокөлікті әлі оталдырған жоқпыз. Оғынға дейін болатын әрекеттердің бәрін Ақылбек айтатын болады. Енді бұл автокөлікпен 3 күн, 4 күн алыстық. Сомен соңғы запуск, ең бірінші запуск. Огонь! Дәл солай болып шықты ғой. Ақылбек досым, сенің арнаңдағы жігіттердің бәрі ниеті керемет екен. Автокөліктің қозғалтқышы орнына келе қалды. Ай, қанша алыстық. Расымен де көзге жас келеді. Сонша уақыт кетті. Ұтылмадық. Берілмедік жігіттер. Тап-таза. Тука, родной, красавчик. Так, оборотын көрейік. Японецтердің Оборот көтеріп, да? Да. Ну, енді на холодную ғой. Мен енді айтайын деп жатырған едім, соны я. Жоқ, бізде основной ақау на холодную еді, е? Ең бірінші оталдырғанда автокөліктің қозғалтқышы бізде дірілдеп, троение болған еді, провал сияқты. Соның кесірінен біз катушка, трамблер, свечной провод, свеча, форсунка, дроссель деген сияқты саймандардың бәрімен қатынасып біттік. Аяғында механикалық ақау болып шықты. Сондықтан достар, электроника бұл өмірде көп нәрсені шешпейді. Механика. Міне, осының кесірінен распредвалда ақау болған, клапандар дұрыс жұмыс істемеген. Енді оталдырғанда автокөлік трайт етіп, ЕБУ-ға дұрыс емес ақпараттар беріп деген сияқты
Бұл автокөлікке келетін болсақ, бізде ескі иелері трамблер, мыңдаған саймандармен айналысқан ауысқан деген сияқты әрекеттер істеген. Аяғында сол механикалық жағдай болды. Достарым, көлікті алып келдік. Мәкең айтқан сияқты жігіттеріне Алла разы болсын. Қазір оталдырамыз. Жұмыс істеу барысы өте керемет болып жігіттер. Макстың жігіттері мықты. Енді ішін ары бері подшаманит етіп, диск бояу керек, ары бері деген сияқты жұмыстар бар. Соны бастаймыз, Алла қаласа. Ең маңызы по технике көлік жақсы болды. Чейзердің кабралан жуу басталды. Мынандай жағдай. Бұрын мына жағында антифриз төгілген ба, кабраланың иісі сұмдық болып кеткен ғой. Бізде эвополик тұр ғой. Соны ашсақ, астында кабралан енді сұмдық кір екен. Бұлай асты жақсы екен бұл көліктің. Шірмепті. Химчистка патологына жасаймыз ба деп ойландық. Мен өзімше таза деп жүрмін ғой. Жігіттер разницасын қараңыздаршы. Мен ар жағын жасадым да, бер жағын тиіспедім. Сол өткенде айтып жүрген қытайлық химия өзінің жұмысын жақсы атқаруда. Ремень, настойка бәрін жуып қойдым. Осын қараңыздаршы, разницасын. Мына жағын жудым, мына жағын жуған жоқпын. Көзге бұлай көрінбейді екен ғой негізі. Мынандай разница болып тұр ғой. Ыстығынай. Енді орындығы жақсы, әңгімесі жоқ. Бірақ сонда да бір ызға тряпкамен бір өтеміз, Алла қаласа. Осындай жұмыстар болып жатыр. Кабраланы жудық. Енді сұмдық болып кеткен. Қазір бір жуып қойдық. Енді ашылмаса, онда тағы да жуатын боламыз. 20 теңге. Мына жерге жинау керек бәрін. Актив номер дейді. Мынау баяғы актив номер ғой. Даже кесілмеген мынандай. Осындай нәрселер шығады. Кабраланы шешкен кезде әртүрлі бәлелер. Жұмыс қырғын кетіп жатыр, достарым. Жаңа тез-тез жеткізген кезде білінбей қалады ма? Карина енді түсіріп қойын. Толық грунтовка болды ғой машина. Енді көп болу, зайчиктер, тағы бірдеңе деген сияқты. Алла қаласа міне грунтовкасын бастадық. Шкурт етіп, мына жерін әдемілеп шығардық. Енді Алла қаласа көреміз. Бояудан кейін қалай болатын. Краскасына заказ беріп қойдым. Алла қаласа 1-2 күнде дайын болады. Әзірше түсіріп қойын сіздерге. Жалпы жағдай осындай болып тұр. Көліктің қозғалтқыш пен қорабына мүлде әңгіме жоқ. Бізде енді ходовкада, приводта кішкене жұмыстар бар. Оның бәрінен боялып, іші жиналып біткен соң магистрайттың эстосына барып финиш жасайтын боламыз, Алла қаласа. Әзірше осындай жағдайда тұр.
Көлік полировкаға дайын тұр жігіттер. Шкурт етіп қойған. Бірін саран мусорлардың іздері бар. Қазір көреміз қалай болатын. Салон жиналды, бірақ әзірше жуылған жоқ. Ортадағы мынау толықты бізде. Құлағы жоқ болатын. Бұны бұлай сбория алдық. Өйткені мынаны ішін шұқылаған ғой. Бізде сол кезде мынау істемей алған. Оны алдық. Салон былай тазарды, потологы бәрі. Өткенде химчистканың несі ғой мынау. Продолжениесі. Төгішінің орындығы да ашылды. Енді влажный тряпкамен бір өтеміз. Сонымен жап-жаңа болады. Бүгін полировкадан кейін қара жерлер боялатын болады. Ол бізде бампердің асты, мына молдинг, мыналарды өткенде сразу бояу жібердік. Жалпы керемет көлік болды. Рейлингі салынады, көлік жуылады, арқалардың ішінде антигравий шашылады. Сосын көлік Max Drive'тың эстосыналар диагностика өтеміз, Алла қаласа. Сосын дайын болады, бұйыртса. Көре беріңіздер. Техника, диагностика, ходовка бәрін тексеретін боламыз, Алла қаласа. Max Drive қарай келе жатырмын. Приводта проблема бар. Қазір естіле ме екен? Қырсығына осындай кезде естілмей қалады ғой. Тырылдап тұр. Білмеймін не екен. Қазір көтеріп көру керек, ходовкасын тексеру керек. И енді свеча, дрозель, анау, мынау деген енді ол. Әдеттегідей жұмыс болып қалды ғой. Бұлай жүрсе керемет. Карина енің. Осындай жалпы. Қазір көрейік мәкең. Міне. Естілді ма достар? Осы да осы ғой. Қазір көреміз мәкең тамырын ұстап айтады ғой. Чопа-чом екен. Мәкеңде әзірше кезек болып тұр. Қараңыз шыны. Кеше ұнаған жігіт осының түрі. Осында ауыстыра салайын. Так, әзірше қарайын жақсысын. Оригинал сал көрейік осыны. Жігіттер таптым. Біздің бір подписчик Toyota Lexus запчастар сатады екен. Жақсы таныстым. Оригиналынан алдым. Енді сіздерге де Алла қаласа жақсы запчасть алу үшін мен қазір көлікті көтергеннен кейін ходовкаға бірден саран заттар керек болса сол жігіттен алып сіздерге көрсетем. Және телефон номерін қалдыратын боламын. Машинаны көтеріп, тауып алдық бәрін. Қазір барғандан кейін тағы да көрсетем астын. 2 ішкі граната, 4 серга, наконечниктер жақсы. Алды, артқы, нижний подушка керек. Сосын сальник, бурдан май накрет етеді екен. Соның көзін құрту керек. Соның қазір бір Данияр деген біздің подписчиктен аламыз. Сіздерге де көрсетем жігіттер. Сол жігіттен хабарласып, қандай қосалқы бөлшектер Toyota Lexus заказ берсеңіздер болады. Жігіттер, 13-ші қатар 49-ші орында біздің подписчик Данияр деген жігіт. Осында кеп Toyota Lexus қосалқы бөлшектер бар жігіттер. Енді телефон номері. Енді жұмыс уақытында хабарласасыздар ғой, WhatsApp-ына звондап деген сияқты. Әрине, простые ребятаның подписчигін десеңдер, скидка болады. Обязательно келіңіздер. Данияр брат. Скидка болады. Атын айтсаңыздар болды. Жақсылар бәрін келтіріп жасап береміз. Все, рахмет брат, Алла разы болсын баржында. Осында жігіттер 13-ші қатар 49-ші орында. Астын бір түсіріп өтейік жігіттер. Бізде сергалар шашап қалған. Қалғаны вроде бүтін. Асты әдемі. Домкрат қоятын жерлер түп-түзу болғанда вообще керемет болады еді. Так, сосын проблема. Бізде бұрыннан сосын сальнигінен жіберіп тұр екен. Бұрыннан жіберіп жүрген жетті намайдың бәрін жуып көзін құрту керек болады. Мынау бізде не жыртылған.
Список бойынша айтылған нәрсенің бәрін алып келдім енді, Алла қаласа. Макстың жігіттеріне іске сәт. Привод, подушка, серга деген сияқты нәрселер. Енді салып, Алла қаласа көреміз қалай болады екен. Катушканы жаңарттық. Енді бір мәселе, жігіттер, грем жағдайы мынандай болып жатыр екен. Грем-ременді ауыстыру керек. Майын ауыстыру керек. Нұреке, мен Алматыдағы скоро машиналардың бәрін майын, дөңгелегін, грем бәрін ауыстырып бітетін болды. Айтамыз. Мынау біздің кабинадан шыққан май, жігіттер. Май болған бұрын. Қазір битум болып кеткен ғой. Достарым, көлікті алып шықтым. Каринае, Алла қаласа, енді дайын. Қандай жұмыстар жасалды, не жасады, қалай жасадық, бәрін Алла қаласа, көліктердің бәрін біткен кезде әрқайсысына тоқтайтын боламын. Ары қарай, келесі көлікке қарай өтейік. Жігіттер, біздің 3-ші көлік осы аптадағы, Алла қаласа. Осындай жағдайда кеше жуып алғанбыз көлікті. Қазір бір тез жүгіртіп өтейін. 2002 шабьем Америка. Салон бұлғары. Кожасының жағдайы өте жақсы. Осыған ойлап тұрмын. Чехолма бірден ойластырамыз о деп ше. Қалай ойлайсыңдар? Так, потолок осындай лас. По технике ондай көп ақауы жоқ. Енді бір тексереміз, бір диагностика жасап. Қатты ырбиып жыртылып атқан жер жоқ, ондай бір трещиналар бар. Так, енді мәселе. Жаңа келе жатып, бізде печка ыстық положение қалып қойған. Оны Болат радиатор жөндейтін жігіт бар. Бая бір естеріне мана имамның машинасын жасаған кезде сол жігіт жасап берген болатын. Сол жігітке барып, жаңа регулировкасын жасатып алдым. Енді бәрі жақсы. Фреоны аз сияқты. Так, салонный фильтрдің жағдайы мынау. Уже ауыстырып қойдым мен жаңасын. Сосын доводчиктер алдым. Өйткені бізде жүргізушінің есігі жабылмайды. И радиатор печке жаңа Болат айтып жатқан тамшылап тұр деп. Сонда ауыстырып жіберу керек болады. Так, мыналарын істеп тұр. Отлично. Енді мынандай болып жатыр. Ковролан жағдайы. Мынаны шешіп алып жуу керек. Бүгінге мәселе сол. Так, Америка. Бірақ производитель Японияда жиналған. Японский сборка деп айтылады ғой. Так, мыналарды алып тастау керек. Осындай кішігірім жұмыстар бар. Сосын бір ақауы, жігіттер, машина қуалап оталады. Так, бәрі бар. Жоқ, қазір нормально. Бұл обратный хлапымен проблема болып тұр ғой деймін. Өйткені мен ана бұл жігітті бұрыннан танымын. Ол бензонасосында ауыстырды. Бензонасосында может проблема ма? Енді көреміз, Алла қаласа. Жалпы осындай машина. Айтпақшы, мен приорамда осы жігітке барып, осы Lexus'ты алған болатын. Бірақ білесіздер, маған жылы ескі көліктер ұнайды. Сондай көліктен қарайтын болам. Әзірше сатылымға шығатын болады. Lexus'та мынандай Magicar автосигнализация тұр. Мына жерде міне пульті де бар екен. Осыны барып қазір тексерді керек көп тұр ғой. Мен кілтпен ашып жауып жүріп. Соны барып көрейік. Бізде гресте бар. Сосын көліктің химчисткасын бастауымыз керек. Жалпы былай орнытын жағдайы жақсы, жыртылмаған. Енді трещиналар бар. Білмейтім, чехол толықтай кигізіп жіберсек пе екен, или осы кожасымен қалдырамыз ба. Сосын потолокта мынандай моменттар. Мындай нәрселер ғой. Бұның бәрін лайфқа көрсетем, қалай көзін құрту керек екен. Химчисткаға дейін. Ал әзірше бірінші барып, жаңағы сигналкасын жасатып алайық, көрейік не еді екен. A few moments later. Болды ғой. Проблема шешілді. Прошивать етіп, жанынан қайтадан оқытма бірдеңе істеді, сонымен әйтеуір жұмыс жасап, мынандай чехол кигізіп, жаңа батарейка салып қойдым. Енді сигналка бар, Алла қаласа. Осындай проблемалар шешіле береді, ақырындап
шын ниетің түзу болса. Түрі әдемі, или қалдырсам ба екен өзіме? Пікірлерін жазып отырыңдар әзірше. Мен пока шешіндіріп, химчисткасын бастай берейін. Мен өзім 050 жик тұру керек мұнда. Әлі номерлерді ауыстырып үлгермедім. Бұлай жағдайы. Детейлинг центрдағыларды егіп жуып отырмын. Так, жүргізушінің астын болдым. Мына жер бізде кетпей тұр. Қалған жаным мынандай отыр. Өткендегі химия ғой айтқан. 1000 теңгелік деген. 1000 теңге ма? Так, мынаның іштерін бәрін шашып қойдым. Өткені мынаның ішінде бал төгілген ба? Так, мынау жуылды. Мына пластик жуылды бұлай. В общем, жұмыс кетіп жатыр жігіттер. Так, мынандай кір болып тұр ғой. Қазына есіктің обшивкасына жетейін. Сол кезде сіздерге результатты тағы да бір көрсетем. Жалпы жұмыс кетіп жатыр. Зыңдай болады. Или осыны қалдырсам бекен жігіттер. Не істесем екен, а? Ойланып тұрмын. Көреміз енді бұйырған бір шешімге келетін шығармын. Мынандай болып жуылып шықты. Кетті бәрі. Кавралан тап-таза болды. Мынандай коврик сала салын, бір басқа көліктікі, бірақ дегенмен түсі кеп тұр. Әдем жарасып тұрған сияқты. Мынандай полоса салдық. Кожасын көрсетіп қойайын дедік. Өйткені кожасының жағдайы өте дұрыс, өте жақсы, білесіздер. Так, ортада мына жердің бәрін әдемілеп жудық. Патологы жағдайы мынандай болды. Келесі роликтерден жігіттер міндетті түрде көрсетіп өтем. Қалай андай бір жүн сияқты шашақтар болып жатады ғой. Соның бәрін бритвамен алып шығуға болады. Осыда өкінішке орай бір мүмкіншіліктер болмады жақсылап түсіретін. Сол себептен ол жерін кесіп алып тастадық. Көліктер дайын. Жігіттер, Алла қаласа 1-2 секундта көрсеміз. Жігіттер, шынына келетін болсақ, осы күн 10 күндікте біраз деген жұмыстар жасалды. Оны жаңа көрдіңіздер, қазір көліктер Алла қаласа дайын тұр. Макс драйвтың біздің простые ребятаның жігіттері Алла қаласа бұл көліктерді от қылып шығарды. Көліктер дайын, қарсы аламыз. Достар, Toyota Chaser. Көп адамдар байқаған болсаңыздар, жігіттер, видеода мен көбіне Toyota Cresta деп айтыппын. Енді үйреніп қалғанбыз ғой, Cresta алып сатып. Chaser бізде проектте бірінші рет болып отыр. Алдыңғы павлодарлық Mercedes туралы өткен роликте сөздер айтылмай қапты. Mercedesті сатылымға қойдық, бағасын айттық. Көп жұмыстар болды.
көп жігіттер комментарийда енді неміс алмайтын болған шығарсыңдар дейді. Жоқ жігіттер, ол бәрі бізге сабақ болды. Бір шетінен бір жерлерден сынса, тез-тезден шешім қабылдайтындай жағдайға жеттік. Toyota Chaser. Бұл біздің подписчиктің машинасы болатын. Бұл көлікті Mercedesке айырбастадық. Әрине, башына баш емес. Жаңағыдай өзінің біраз жұмыстары болды ғой. Ол жігітті түсінуге болады. Ол айтты, бір 200 теңге қосып бере алам. Өзі студент екен. Сонымен көлікті неде болса жапондық автокөлікке ауыстырайын деп шештік. 200 теңге доплатасымен Mercedes кетті. Mercedestен жігіттер біз ұтылдық. Шын айтам, ұтылдық. Мына көлікте қазір оның орнын жауа алмайды. Өйткені ол 200 теңге берген ақша түкке де жетпей қалды. Ол бізге мына жерде резина салынды. Жарайды, мұны қоя берші, сыртын полировкасын, шкуркасын, жөндеуін, астын бояуын деген өзіміздің Аллах беріп қойған мүмкіншілік қой, жігіттер жасап шықты. Бұл көлік трайт ететін. Және де бұлда блок редуктор тұрды. Блок редукторды алып тастап, жапондық редуктор әкелінген салдық. Мұның бағасы 60 теңге, оны алдын рөлде айттық. Машина трайт еткені қоймады, және қолап оталатын суық кезінде. Және де суық кезінде қолап оталып, артынан көк түтінді байқадық. Ол сөйтсек бізде масляктар екен. 24 дана масляга ауысып, көліктің гремін, зажиганиясы бәрі тексердік. Ол жаңа трамблерда, свеча, дросселен айта берейін десең, жігіттер көп. Оның бәрі енді былай айтқанда расходный материалдар ғой. Оның бәрі жөндеу керек. Оның бәрін жаңадан салдық, тазалайтын жерін тазаладық. Көлік сонда да қоймады. Бізде форсункадан бензин жіберіп тұрады екен. Сол себептен форсунка жұмыс жасамағандықтан бұл бізде таңертең суық кезде қолап оталады екен. Форсунканы привознойынан әкеліп салынды. Форсункамен әңгіме шешілді. Машина оталысы керемет болды. Түтемейтін болды ол масляк ауысқаннан кейін. Енді трамблерға қарай кірдік. Трамблердің да жағдайы дұрыс екен. Оны әкелінген бізге дейін жаңа біздің алдыңғы иесі ауыстырып салған екен. Сонымен не болды бұл? Компьютерға саламыз, шықпайды. Сонымен Макстың жігіттері қазбалап, клапан зазор кетіп қалған байқап, клапандардың зазорын қойды. Көліктің оталысы, жұмыс жасау барысы өте керемет болды. Макстың жігіттеріне алғысым шексіз. Және де өзіміздің жігіттер осы мына көлік келді ғой алдында, көріңіздер алдыңғы серияда досы ғой енді айтқанда дейін. Дисктары қалай болды, резинасы қалай болды, түрі мынандай бір адам тартпай тұрған. Ішін химчисткасын жасадық, ходовкасын бір тексеріп шықтық. Алла қаласа көлік сатылымға енді дайын. 97 жыл көлемі 2. Орта баға бұл көлікте 3 миллион 700. Бірең сараң жұмыстары қалды. Ол бізде лобовой және де кондиционердің заправкасы. Сөздің шынына келгенде бізде қаражат таусылып қалды осы 3 көлікке келген. Сол себептен бұл көліктің бағасы 3 миллион 600 теңге. Ұнаған жігіттер болса, көрсетілген немесе описанияда тұрған телефон номеріне хабарласыңыздар. Бисмилля. Жігіттер, басқа көлікке өтпей тұрып, бұл көліктің салонына да тоқталып өтейге айтылмай қалады ғой. Химчисткасын жасадық, біз Алматы екеуміз бұны 2 рет жуып шықты ғой кабраланы. Бізде эваполик тұрғаннан кейін кабраланың жағдайы алдын көрінбей қалған ғой. Оның бәрін әдемілеп жудық. Енді 100% демей, бірақ дегенмен жақсы болып қалды алдыңғысынан. Патологы, анау-мынау жігіттер бәрі дайын, салонда бәрі істеп тұр. Магнитофоны бар, печка-мешка бәрі жақсы. Қорабы өте әдемі. Мына осы оң жақты рульдерде көп байқайтын жігіттер R-ға немесе драйвқа салған кезде бірандай дік кетеді ғой. Ал ол нәрсе бұл көлікте байқалмайды. Бұның жастықшаларының жағдайы жақсы деген сөз. Қорабы да жақсы. Майын ауыстырдық, не істедік тағы да. Енді жаңа көріңіздер орелікті, бір жерлерін ұмытып қалмасын жігіттер, айып етпеңіздер. Chaser'ды осымен айттым бағасын, енді біздің өзіміздің жұмыс көлік Toyota Carina E-ге көшейік. Бұл көлікті біз көп іздедік. Алдыңғы сезонда да іздедік. Бәрі де Алланың қалауымен ғой. Осы сезонда Алла қаласа міне бізде Toyota Carina E 94 объемы 2 көп адамдар қызығады. Осы шанақтағы жаңа универсальный деп айтады ғой, универсал. Жүк тасығанға да, басқа нәрсеге де жұмыстарыңызды бітіретін нағыз жұмыстың көлігі былай айтқанда. Бұл көлікті мен танысымнан алған болатынбыз, сатып алдық.
учетқа қойдық. Жаңағы ақша деген кете береді деген ғой жігіттер. Бұл дүние деген санай берейін десең, ол болмайды, жинай берейін десең, оны ешқайда алып кете алмайсың, дұрыс па? Сол себептен бұл көлікке де аз ақша салынған жоқ. Түгелдей бұл көлікті біздің жігіттер бояды. Полировкасын жасады. Дөңгелектері қуанышымызға орай өзінің жақсы болып келді. Сол себептен қалды. Ескісі де өзіне әдемі жарасып тұр. Бай түрі симпатичный дейді ғой. Енді бірақ салонына келетін болса, жігіттер бұда химчисткасында біраз деген қызықтар болды. Көлік бұрын 2015-2016 жыл сатып алған ғой бұның иесі. Бұл көліктің іші деген енді сол кезде киілген шихол одан кейін шешілмеген ғой. Соны алып, кешірмен әдемілеп жуып, бұл жаңа потологы, кабраланы алла қаласа, енді көліктің салоны отырған кезде өте жақсы болды. Приятный деп айтады ғой былай. Сүйкімді. Кузовы қалай жігіттер? Цвет әдемі шықты. Бұл көлік екінші окрас болып саналады. Өйткені көп деген детальдер өзінің заводтық краскасы болатын. Ол бізде крыша, есіктер, арт крыло, мына крыло бізде өзінің деген сияқты болатын. Енді бұны біздің жігіттер жасады. Сосын енді бәрібір диагностикаға алып барымыз керек қой. Сонымен Магаз Драйв Несосына бұл көлікті алып бардым. Екі қозғалтқышы бар. Бұл көлік бұлай жүрмеу керек деген ой болды өзімде. Өйткені айдап жүріп, тартыс жағы сәл аздау болды мен үшін. Сонымен Магазтың жігіттеріне біз жұмыстарын біткеннен кейін алып бардық. Сонымен қазбалай бастадық. Жаңа айттым ғой, бір жерде катушка деп жүріппін ғой. Трамблердің ішіндегі катушканы айтып отырмын жігіттер. Біз свечный проводтарды тексеріп жатқан кезде бізде бір күйік шықты. Сөйтсе жаңағы трамблердің ішіндегі катушканың күйіп кеткенін байқадық. Оны айырбастап қойдық. Свечасын, свечной проводын. Біз үйреніп қалған ол, бізге дейін жаңағы мотордың майлар білмей шаршап келеді ғой деймін. Мотордың майын ауыстырдық. Ходовкасын қарадық. Жаңа айттым ғой қандай заттар жасалды ходовкасында. Сосын қазбалап келіп ГРМ-ға кірген кезде бізде 3 суп артта қойылғаны зажиганиянын байқалды. Көлік сол себептен де кішкене дірілдеп, және де тартысы дұрыс емес екен. ГРМ-ді қарасақ, уже сызықтар түсіп, скоро бір 200-300 шақырымнан кейін ГРМ-ді үзіледі екен. Алланың қалауымен ондай нәрсеге жеткізбей, ГРМ-ін жаңа ауыстырып, және зажиганиясын көліктің қойдық. Енді Алла қаласа көлік сатылымға дайын. Бұл комплектациясы көліктің өте жақсы. Бұл жерде кондиционері бар, трубкалардың бәрі бар, орын-орнымен тұр. Жаңа айтқандай жігіттер, біз 3 көлік алып, осы аптада сәл көптеген жұмыстар жасалып, және өзіміздің ақшаларымызды сәл реттей алмай қалдық. Сол себептен сол жұмысы ғана қалды бұл көліктің. 94 осы жағдайда дайындап шыққан көлік, енді жаңағы вложениесі только кондиционер ғана болып тұр ғой. Енді оны жасай ма екен, жасамай ма екен, келесі иесі білмедім жігіттер. Жаңа қайталап өтейін. 94 екі объем қозғалтқышымен жігіттер көлік сатылымға дайын. Бұл көліктің бағасы 2.600.000 теңге. Кімге қызық болса, описаниеде номер бар. Салон бір өтейік, сонымен өзіміздің Lexusқа көшеміз. Карина Е деген бір прикол бар еді баяғыда. Бұл көліктің де салоны өте жақсы жағдайда болды. Мына көлікті жүргізіп жүрдім ғой, жаңа жібек жолға бардым, осына дейін келдім, жігіттерге де айдатып көріп отырмын ғой. Шынымен ескі болғанымен жігіттер жағдайы өте керемет. Мына скоростқа түскендері бар ғой жігіттер, тік четко бәрі. Әдемі көлік екен. Жүрісі де мүмкін халықтың сол себептен де бұл көлік жақсы көретін шығар. Бұндай Карина Е бізде универсал болған жоқ. Ең бірінші біздің сериямыз, ол кезде біз орысша түсіретіміз простые ребятаны. Сол кезде біз Toyota Карина Е-мен бастап едік. Оның бағасы сәл арзан болатын. Енді бәр нәрсе қымбаттап отыр жігіттер. Бірақ өкінішке орай тек қана жалақы ғана көтерілмей тұр. Оның себебін мен біле алмадым. Мен енді перекупщикпін, ондай политик емеспін. Біздегі политиктер нағыз, білесіңдер ме кімдер жігіттер? Бір жерде күзетші болатын охранник кісілер. Отырып алып политиканы ұрып атады ғой. Анау бүйтті, сөйтті деп ше. Сол кісілерді негізі біздің депутаттардың арасында қосып қою керек қойдым. Қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді комментарийға жазыңыздар. Көлік керемет жігіттер, өзіме ұнайды. Енді үшінші көлігімізге көшейік, сонымен серияны тоқтатайық. Lexus LX 300 2002
3 объем 1 МЗ қозғалтқышымен. Мен жаңағы қосалқы бөлшектер саймандарды алып жүрдім ғой, Данияр деген жігітке. Данчик, рахмет брат. Көп деген нәрсенің бағасын түсіріп, жақсы берді. Жігіттер, міндетті түрде Toyota, Lexus керек болатын болса, оригинал қосалқы бөлшектер деген сияқты сол жігітке хабарласыңдар. Сол жігітпен сөйлесіп тұрып айттым, мен приорамды сондай жағдаймен ауыстырдым. Мына Lexus приораммен ауысқан болатын жігіттер, білесіздер ғой. Ол жігіт айтады, сол жылдағы кроссоверлердің ішіндегі ең жұмсақ, ең дұрысы осы көлік дейді. Мен үшін де ұнады жігіттер. Биік отырасың, жұмсақ жүресің, керемет көлік. Бұл жерде не жұмыстар жасады жігіттер? Бізде генератордың подшипнигі ауысты, және де астындағы сергалардан жұмыстар болды, бәрін ауысып тастадық енді. Және тормозной колодка сәл арзандау тұрған сияқты. Өйткені бір кішкене қызғаннан кейін тормоз берсең, ысқырып дауыс шықты. Оның бәрін алып тастап, Даниярдан жақсы колодка салдым. Бұл көлікті приорамен айырбастадым, жаңа айттым ғой. Приорамды 3 миллионға бердім. Ол жігіт мына Lexus'ты 6 миллионға бағалады. Енді жағдай өте керемет болғандықтан сол бағаға келді. Мен 3 миллион беріп, өзімнің приорамды осы көлікке ауыстырдым. Ауыстырған себебім жігіттер, мен бір өмірімде сәл де болса бір өзгешеліктер болсыншы дедім. Өйткені приорада жақсы, бірақ дегенмен бұл биігірек көлік қой. Арты мынандай, мысалы мен көлік алып сатқан кезде дөңгелекке барам, тағы бірдеңеге, көп нәрселерге барам, сол кезде машина жалдаймын. Енді өзіме симей қалса. Ал бұл көлікте ондай жағдай болмайды ғой деп ше. Негізгі менің іздеп жүрген көлігім, ол жігіттер өте басқа. Бұл Toyota, Lexus емес, басқа көлік. Жігіттер, сонымен ойланып, бұл көлікті сата берейш, сол өзіме алдыма қойған мақсат, сол көлікті іздеп жүріп, Алла қаласа табамын. Мына көлікті сіздерге енді сыйлаймын емес әрине, біз сатам, бірақ бағасын қол жетімді қылып қоям. 2002 бұл көліктің орта бағасы жігіттер 6 миллион 200 мыңнан сәл жоғарырақ болып тұр. Мен бұл көлікке 6 миллионға алдым. Жаңа жасаған жұмыстарым бар, Макстың Эстосында бар, өзіміздің полировка, химчистка, анау деген сияқты. Жүрсең, ақша кете береді жігіттер. Бір баяғыда құны бар еді ма ақшаның ше, қазір ондай емес. Бұл көлік өзі сол 6 миллион 200 мыңға кетіп қалды былай айтқанда, бағасы. Сол 6 миллион 200-ге бағалаймын жігіттер. Мұнdan маған бір пайда керек жоқ. Мен бір алдыма қойған, іздеп жүрген көлігіме Алла қаласа жетем деген ойдамын сіздермен бірге. Достарым, 3 көлікте Алла қаласа сатылымға дайын. Енді бұл жерде мен қолым тимегені, бұл бізде кондиционер, және де біздің Chaser'дың лобовойындағы жарық. Айтып отырмын ғой, бұл аптада, бұл осы 10 күннің ішінде біраз жұмыстар болды. Біраз ақшаны құйдық. Бұлай айтқанда ғой, осы көліктерді осы жағдайға жеткізу үшін. Бәрі де Алланың қалауымен. Енді сіздерден жасырмай айтып отырмын ғой. Мен жаңа видеода өзімше мақтанып, анау-мынау емес жігіттер, мен қалай бар, солай айтып отырмын. Сол кезде қызық та болады, және де әділ болады. Қалай ойлайсыздар? Сол жігіттер, көліктер Алла қаласа сатылымда тұрады. Описанияда телефон номер бар, WhatsApp номер бар, және де біздің Instagram'ымыз бар. Сонда хабарласыңыздар, көліктер ұнаса, рахаттарыңызға алып мініңіздер. Енді осы көліктер сатылғаннан соң, Алла қаласа көреміз, басқа проект қараймыз, басқа көліктер қараймыз деген сияқты жағдайлар. Қалай сіздерге көліктер ұнаса, сізден подпискамен, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар осы роликпен. Сіздермен болған простые ребята. Аман болыңдар. Ассаламу алейкум.